Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about modal verbs can, could, and be able to. Let's get started. Сәлем баршаңызға, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен can, could және be able to модальды етістіктермен танысатын боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймыз, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді ең алдымен can модальды етістігінен бастайтын болсақ, we use can to say that something is possible or that someone has the ability to do something. Яғни біз can модальды етістігін біреудің бір нәрсені істей алу немесе істей алмау қабілетін айтқан кезде қолданамыз. Яғни қабілеттілікті айтатын кезде біз осы can модальды етістігін қойып сөйлем құрай аламыз. Мысал үшін, I can play tennis. Мен теннис ойнай аламын. He can play the piano. Ол пианино ойнай алады. Яғни ода пианино ойнайтын қабілет бар деген мағынада қолданылады. She can speak 4 languages. Ол 4 тілде сөйлей алады. Яғни ол 4 тілді біледі. Ода сондай қабілет бар деген мағына, я. The structure of can модальды етістігінің формуласына тоқталатын болсақ, subject plus can plus verb, яғни бастауыштан кейін can модальды етістігі, одан кейін негізгі етістікті қолданамыз. Мысал үшін, you can swim. You бізде бастауыш, can модальды етістік, ал swim жүзу, яғни етістік болып табылады. Ал енді болымсыз сөйлем құрауымыз үшін біз can модальды етістігін cannot, яғни can't деп айтамыз. Екеуі бірге қосылып жазылады. Cannot істей алмау деген мағына білдіреді. Мысал үшін, I cannot drive a car. Мен көлік жүргізе алмаймын. Яғни менде ондай қабілет жоқ деген сөз. You cannot ride a horse. Ол атқа міне алмайды. Ол атта жүре алмайды деген сөз. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде біз can модальды етістігін бастауыштың алдына шығарамыз, яғни сөйлемнің басына қоямыз. Can you drive a car? Сен көлік айдай аласың ба? Немесе Can he speak any foreign language? Ол кез келген бір шетел тілінде сөйлей алады ма? Деген кезде қолданамыз. Ал енді сөйлемде қолдану кездеріне тоқталатын болсақ, we often use can in a questions to ask somebody to do something. Яғни біз сұраулы сөйлем түрінде біреуден бір нәрсені істеуді өтінген кезде қолданамыз. Мысал үшін, can you help me with my homework? Сен маған үй жұмысын жасауда көмектесе аласың ба, я? Can you help me? Көмектесе аласың ба? Сұраулы түрде болып тұр. Және де, can you make a cup of coffee, please? Маған кофе дайындап бере аласың ба? Яғни біреуден бір нәрсені сұрауды өтініп тұр. We sometimes use can to ask or give permission for something. Және де біз can модальды етістігін біреуден рұқсат сұраған кезде қолданамыз. Мысал үшін, can I borrow your pen? Сенің қаламыңды ала тұрсам болады ма? Яғни біз модальды етістігін бір нәрсені істей алу қабілетіміз бар екендігін айтқан кезде қолданамыз. Енді could модальды етістігіне тоқталатын болсақ, we use could to talk about what was possible in the past. Яғни could та бізде қабілеттілікті айтқан кезде қолданылады, бірақ өткен шақта қолданылады. Яғни could past simple'да қолданылады, ал can present simple'да қолданылады. Яғни біздің бір нәрсені істей алу қабілетіміз бұрында болған, бірақ қазір жоқ деген мағына, я. Мысал үшін, I could swim when I was 5 years old. Мен 5 жасымда жүзе алатын едім. Яғни ол қабілет менде бұрында болған, қазір жоқ. My grandmother could speak 7 languages. Менің әжем 7 тілде сөйлей алатын болған. Яғни ода сондай қабілет болған деген мағынада қолданылады. When we arrive home, we couldn't open the door. Біз үйге келген кезімізде біз есікті аша алған жоқпыз. Яғни біз ол нәрсені істей алмадық деген мағына. Could you understand what he was saying? Сен оның не айтып тұрғанын түсіне алдың ба?
We often use could in questions to ask somebody to do something. To use the could in this way is fairly polite. For example, could you tell me where the bank is, please? Сондай-ақ біз культ модальды етістігін біреуден бір нәрсені істеуді немесе сұраған кезде де қолдана аламыз. Мысал үшін, could you tell me where the bank is, please? Сіз маған банктың қай жерде екенін айтып жібере аласыз ба? Осы could арқылы осылай сұрасаңыз, сіз can-ға қарағанда более сыпайы түрде айтқан боласыз, яғни сіз маған банктың қай жерде екенін айтып жібере аласыз ба деп сіз сыпайы түрде айтқан болып саналасыз. Be able to. Structure of be able to. Subject plus to be plus able to plus verb. Ал енді be able to модаль жетістігіне тоқталатын болсақ, негізгі жасалу формуласы бастауыш, бастауыштан кейін to be көмекші жетістіктері, яғни am, is, are. Able to модаль жетістігі, одан кейін негізгі жетістіктің өзін қою арқылы сөйлем құрай аламыз. We use able to express ability. Able is an adjective meaning having the power, skill or means to do something. Яғни біз able to модальді етістігінде тоже бір нәрсені істей алу қабілетіміздің бар екендігін айтқан кезде қолдана аламыз. For example, I am able to swim. It means that I can swim. Яғни I am able to swim. Мен жүзе аламын. Мен жүзе аламын. Бұл I can swim деген мағынаны білдіреді. Яғни мен екеуі де I can swim немесе I'm able to swim менің жүзе алу қабілетімнің бар екенін көрсетіп тұр. Яғни can мен бұл бізде синонимдес болып табылады. Be able to is possible in all tenses. Be able to модаль жетістігін біз барлық шақта да қолдана аламыз. Яғни өткен шақта да, осы шақта да, келер шақта да. Мысал үшін, I was able to drive. Өткен шақта мен көлік жүргізе алатын едім. Менің сондай қабілетім бар еді. Қазір жоқ бірақ. I'm able to drive. Мен көлік жүргізе аламын. Немесе I will be able to drive. Мен көлік жүргізе алатын боламын. Яғни болашақта. Ал енді мына жерге біз be able to деп айтып тұрмыз ғой, яғни be-дің орнына біз to be көмекші жетістігін қоямыз. Яғни to be көмекші жетістігі осы шақта am, is, are, өткен шақта was, were. For example, I was able to speak English when I was young. Немесе I will be able to speak perfect English very soon. Future simple'ды айтып тұрмыз екінші сөйлемде, ал бірінші сөйлемде біз past simple'ды айтып тұрмыз. Яғни мен кішкентай кезімде немесе жас кезімде ағылшын тілін жақсы сөйлей алатын едім. Сондай менде қабілет бар еді. Ал I will be able to speak perfect English very soon бұл future simple'да, яғни мен жақында ағылшын тілін өте керемет деңгейде сөйлей алатын боламын. For example, he is able to play the guitar. Оның гитара ойнай алады, яғни оның сондай қабілеті бар. They are able to sing very well. Олар өте жақсы ән сала алады. Яғни мына жерге he is-дің орнына біз he was able to play the guitar деп айта аламыз. Яғни өткен шақта оның гитара ойнай алу қабілеті бар еді. Яғни ол гитара ойнай алатын еді деген сияқты. Достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни can, could, be able to бұл адамның бір нәрсені істей алу қабілетінің бар екендігін айтқан кезде қолданылады. Be able to мен can, яғни екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ, ал could'ты біз тек қана past simple шағында қолданамыз, яғни өткен шақта қолданамыз.